Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін жалпы треугольниктің схемасын түсіндіріп берем. Яғни бұл кең тараған алаяқтықтың түрі. Яғни көптеген арбитражниктер осындай мошеннический нелерге алдам қалып жатады жалпы. Бұл жалпы схемасын түсіндіріп кетейін сіздерге, бұдан алдам қалмаудың жолын түсінетін боласыздар. Мысалға ол былай болады, сіздер жалпы өздеріңіз арбитражбен айналысып жүрсеңіздер, яғни не болмаса бір алып сатып жүрсеңіздер, сондай Binance платформасы ішінде сол жақта жалпы сіздер объявление бересіздер, объявление, то есть криптоны сату үшін сіздер объявление бересіздер. Сіздер объявление берген кезде, мысалға сізден бір кісі сатып аламын, яғни 100 000 теңге примерно сатып аламын деп шықса, мысалға ол кісі Владимир деген кісі болатын болса, негізі сол кісіден ақшаны қабылдауларыңыз керек. Кейбір жағдайларда ондай болмай жатады. Мысалға, сіз объявление бересіз, сіздің объявлениеңізді, то есть ашады Владимир деген кісі, бірақ почему-то Дарханнан келіп түседі сізге ақша. Сондықтан да бұндай жағдайда мүлдем қабылдауға болмайды. Яғни третий лицомен мүлдем жұмыс жасауға болмайды. Неге екенін қазір түсіндіріп беремін. Қараңыздар. Мысалға, сіз объявление бердіңіз, Владимир деген кісі, то есть ашады сізден, то есть 100 000 теңгеге, например, сатып аламын дейді сізге. То есть сатып аламын деп кеп тұрады, и одан кейін сізге Дархан деген кісіден кеп түсетін болса, оны қабылдамаймыз дедік. Бірақ Дархан деген кісі бұл жерде қайдан пайда болды, соны түсіндіріп кетейін. Қараңыз, Владимир деген кісі ол OLX-қа объявление шығарады. Сізден орден ашпастан алдын OLX-қа объявление береді. То есть мен iPhone сатамын. Мысалға, iPhone 14 Pro Max сатамын, бүгін сатып алған адамға 300 000-ға, 250 000-ға беремін. Но қазір передоплата салып жіберсеңіз, то есть нақты келетін болсаңыз, қазір маған передоплата салып жіберіңіз деп айтады. Сол кезде Дархан деген кісі, Владимир деген кісіге сенеді де, 100 000 теңге салып жіберейін, қайда салып жіберейін деп сұрайды. Сол кезде Владимир деген кісі сіздің шотыңызды береді. Және де Дархан деген кісі Владимирға сеніп, сіздің шотыңызға ақшаны аударып береді, яғни 100 000 теңгені аударып береді. Сол кезде Владимир дегеннің қалтасынан шыққан жоқ. Бұл Владимир деген мысалға алаяқ. Бұл OLX-тағы объявлениесінде, номерінде бәрін өшіріп тастайды. То есть бұның реквизиті де ештеңкесі көрінген жоқ ол жерде. И сондықтан бұл өзінің, то есть сіз ойлайсыз, маған главный ақша келіп түсті ғой деп. То есть ақша келіп түсті, одан кейін сіз Владимирге USDT бересіз, ол USDT өзі шығарып алады да жоқ болып кетеді. То есть Binance-тан да, OLX-тан да бәрінен жоқ болып кетеді. Кейін Дархан деген кісі не сізді таппайды ол кісі, и және де Владимирді таппайды. Одан кейін ол өзі роботыға барады, банкке барады, осындай, мені осындай деген адам лақтырып кетті, осындай деген номерге реквизитқа жібердім ақшаны. То есть мені лақтырып кетті дейді. Бірақ сіз бүкіл жерде данныйыңыз бар, бүкіл жерде тіркеліп тұрғаннан кейін сізді тауып алу оп-оңай Дархан үшін. Яғни роботыға заявление жазған кезде роботы сізге хабарласады. Осындай күні Дархан деген кісі сізге 100 000 теңге салған екен, сіз оның ақшасын қайтарып беріңіз деп айтады сізге. То есть роботыға сізді шақырады. Сол кезде сіз айтасыз, мен жоқ USDT сатқан едім деп. Ну, сізден сол кезде сұрайды, USDT-ді кімге саттың деп. Сіз айтасыз, Владимирге саттым деп. Сізге айтады, не үшін Владимирден ақша алмадың, не үшін Дархан дегенен келіп тұр. Сендер групповой алаяқсыңдар деген сияқты сіздің де үстіңізге жала жауып жіберуі мүмкін. Сізден бұл жерде айта кететін нәрсе, мына Дархан деген адамның 100 000 теңгесін бәрібірде ол жерде қайтарып бересіз. Ол біріншіден. Екіншіден, сіз алаяқ емес екеніңізді ол жерде дәлелдеп шығуыңыз керек. Сіз де мені алдап кетті деген сияқты көрсетіп бере алуыңыз керек. Онсыз даже сіздің үстіңізден іс қозғап жіберуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде дәлелдеп бересіз. Дәлелдеп берген күннің өзінде де Дарханға сіз ақшаны қайтарып бересіз. Сонда бұл жерде Владимир деген ұтылған жоқ. Дархан деген енді хайбай болады, ары қарай өзінің ақшасын алады. Бірақ сіз бұл жерде минусқа кетесіз. Былайша айтқанда 100 000 теңге минусқа кетесіз. Сондықтан да бұл нәрсені абайлап қарау керек. Сондықтан да Binance-та сіз жұмыс жасайтын болсаңыз, ешқашан третий лицомен жұмыс жасауға болмайды. То есть кім орден аккаунтымен ашты, сол адамның атынан ғана қабылдауыңыз керек. Егер ол адам сізге басқа адамның атынан аударатын болса, онда сіз апелляцияға беруіңіз керек, және де не болмаса кімнен ақша келіп түсті, сол адамға қайтарып беріп, орденді отмена жасағандарыңыз
дұрыс болады, яғни тыныш боласыздар, және де сіз де ешкімге алданбайсыз былайша айтқанда. Жалпы осы нәрсені ұмытпаған жөн. Бұл жалпы алаяқтардың бірінші жолы, бұдан да басқа бірнеше жолдары бар. Егер сондай жолдарын білгіңіз келсе, онда біздің YouTube каналға тіркеліп алыңыздар, және де алдағы уақытта біз сіздерге көрсетіп беріп отыратын боламыз. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар.